Ашылу көрінісінде біз Га Ван есімді кунг-фу шеберімен танысамыз. Ол жаңа оқушы Джимбоны Шаолин храмына әкеледі. Ол баланы басқа оқушы Джун Боумен таныстырады, және оған храмның мінез-құлық кодексін түсіндіруді тапсырады. Шебер кеткеннен кейін Джун Боу алғашында Джимбоны кіші деп атайды, бірақ Джимбо одан бойы ұзын әрі жасы үлкен болғандықтан өзін аға деп атауды талап етеді. Кейін Джун Боу мен Джимбо еден сыпырып жүргенде, басқа оқушылардың кунг-фу техникасын жаттығып жатқанын естиді. Екеуі есіктен қарап, Джимбо оларды мүмкіндік берсе, одан да жақсы орындай алатынын айтады. Сол кезде аға оқушы келіп, оларға жұмыстарына қайтуға бұйырады. Екі бала оның кім екенін сұрағанда, аға оларды қорқытып, өзінің жоғары мәртебесі бар екенін, қалаған уақытында ұра алатынын айтады. Бұл қорлыққа ашуланған Джун Боу мен Джимбо шеберлеріне шағымдануға шешім қабылдайды. Олар Га Ванды ыстық күн астында медитация жасап отырғанын көреді. Джун Боу шеберге көлеңке жасау жоспарын ойлап табады, бірақ Га Ван оларға барлық нәрсенің өмірі бар екенін, және табиғатты жеке пайда үшін зақымдауға болмайтынын үйретеді. Осы сабақтан кейін екі бала өздерін қорғау үшін кунг-фуды үйренгісі келетінін айтады. Шебер келіседі, бірақ оны тек басқаларға көмектесу үшін қолдануды ескертеді. Кейін екеуі сол қорлық көрсеткен аға оқушыны тауып, оны матамен орап ұрып соғады, бірақ аға оларды танып қалады. Бұл бас шебердің жазасына келеді. Екеуін күн астында тамақсыз бүкіл күн бойы тізерлетіп қояды. Біраз уақыттан кейін Га Ван келіп, оларды сөгеді. Ол бас шебердің алдында жаза қолданғандай көрінеді, бірақ жасырын түрде оларға тамақ береді. Осыдан кейін екі балаға Лаохан залын тазалау тапсырылады. Жұмыс дегенде олар сыпыртқыны пайдаланып кунг-фу жаттығады. Жылдар өте келе екеуі бірге өсіп, ең жақын достар болады. Екеуі де кунг-фуды меңгеруге өте құштар. Олардың жаттығуларына тас үйінділерді баспен сындыру, басқа тұру, темір алақан техникасын меңгеру және кіреді. Бір күні оларға жақындап келе жатқан ілгерілеу емтиханы туралы хабар келеді. Содан кейін көрініс емтихан күніне ауысады. Бас шебер тек үздік 4 оқушы ғана да мо залына жоғары деңгейдегі әскери өнерді оқуға өтетінін жариялайды. Бірінші кезеңде Джун Боу мен басқа оқушы Шин Бон И арасында жекпе-жек өтеді. Джун Боу жеңеді, бірақ оның шамадан тыс агрессивті ниеті үшін дисквалификацияланады. Бұл оны қатты ашуландырады, және ол барлығының алдында бас шеберді қорлайды. Жауап ретінде бас шебер оны сабақ беру үшін ұрсады. Джун Боу араласуға тырысады, бірақ лақтырылып тасталады. Шайқас кезінде бас шебер Джимбоның Будда алақаны техникасын білетініне таң қалады. Содан кейін қалған оқушыларға кішкентай хан қабырғасын құруды бұйырады. Енді екі батыр бірнеше оқушыға қарсы әділетсіз шайқасқа түседі. Қиындыққа қарамастан, олар шабуылшыларды тойтарады. Біраз уақыттан кейін Га Ван келіп, шайқасты тоқтатады, және өз шәкірттерінің қашуына мүмкіндік береді. Бұл бас шеберді одан әрі ашуландырады. Ол Га Ванды шәкірттерін жақтаған үшін айыптайды. Кейін екі бала шеберлеріне кешірім сұрауға барады, бірақ Га Ван оларға енді шебер бола алмайтынын, және Шаолин храмында қала алмайтынын айтады. Кетер алдында ол Джун Боу үшін алаңдамайтынын, бірақ Джимбоның бәсекеге қабілетті табиғат үшін алаңдайтынын түсіндіреді. Содан кейін Джимбоға ішкі тыныштықты табуға көмектесетін кітапты береді. Осыдан кейін Джун Боу мен Джимбо сыртқы әлемге өз жолдарын іздеп шығады. Келесі көріністе екеуі азық-түліксіз көшелерде мақсатсыз жүреді. Олар кездейсоқ адамдардан көмек сұрайды, бірақ ешкім көмектеспейді. Көп ұзамай олар қарт дүкен иесін ақша үшін қорқытып жатқан қауіпті жігіттер тобына тап болады. Қарт адам қаржылық қиындықта екенін айтып бас тартады, бірақ олар оны ұрып ақшасын тартып алады. Сол кезде Мисс Ли есімді әйел пайда болып, ақшаны ұрлап қайтарады. Қылмыскерлер ақша жоғалғанын түсінгенде, олардың көсемі адамдарын шабуыл жасауға бұйырады. Шайқас басталады, және Мисс Ли бірнеше адамды жеңеді, бірақ олардың саны көп болғандықтан жеңіліп қалады. Алыстан қарап тұрған Джун Боу мен Джимбо араласады, және әсерлі кунг-фу шеберлігімен жігіттерді жеңеді. Бірақ күшейткіштер келе жатқанын көріп, үшеуі қашады. Олар жалған шаш пен киім ауыстырып, қашып құтылады. Кейін қала көшелерімен жүріп бара жатқанда адамдар жол береді. Бұл губернатор легионның өтіп бара жатқан екен.
Джимбо губернатор сияқты бай әрі күшті болғысы келетінін айтады. Мисс Ли оған легионның жылан жүректі екенін және көп адамның өмірін қиғанын ескертеді. Осыдан кейін мисс Ли екеуін мейрамханаға тамақ ішуге апарады. Тамақ ішіп отырғанда олар Шаолин есімді әйелдің әуенді музыкасына таң қалады. Шаолин күйеуін іздеп жүргені, ол бірнеше күннен бері жоқ екені, қолдаушысы жоқ болғандықтан Санчин аспабында ойнап күн көріп жүргені анықталады. Джимбо мисс Лиге сезімдері пайда бола бастағаны байқалады, ол оған қарап тұрады. Көп ұзамай губернатордың әпкесі жаңа жігітімен мейрамханаға кіреді, ол Шаолиннің жоғалған күйеуі болып шығады. Ашуланған Шаолин губернатордың әпкесімен ұрсады. Ұзақ шайқастан кейін Шаолин күйеуін жеңеді. Бай жаңа әйеліне ұнау үшін күйеуі Шаолинді орындықпен басқа ұрады. Бұл Джун Боуның араласуына әкеледі. Ол губернатор әпкесінің бірнеше дене күзетшісін жеңеді де тобымен қашады. Осы оқиғадан кейін төртеуі мотельге түнейді. Түн ортасында Джун Боу мен Джимбо легионнан 300 алтын тақта ұрлаған бүлікшілер тобын көреді. Келесі күні екеуі ақша табу жоспарын ойлап табады. Олар қала тұрғындарына 1 тиынға өздеріне жұдырықпен ұруға рұқсат беретінін және ауырса 3 тиын қайтаратынын жариялайды. Бір адам ұлдарымен бірге 100-ден астам тиын төлеп, оларды қатты ұрады. Бірақ екеуі де ауырғанын білдірмей шыдайды. Көп ұзамай губернатордың орынбасары келіп, табыстың бір бөлігін салық ретінде талап етеді. Джун Боу алғашында қарсылық білдіреді, бірақ қорқытуға ұшырағанда Джимбо ақшаны береді. Содан кейін Джимбо өзін кемсіту арқылы командирді таң қалдырады. Бұл тактика жұмыс істейді, және командир оны легион жаңа мүшелер жинап жатқан патша иенуқтарына қосылуға шақырады. Джимбо қуана қабылдайды, ал Джун Боу бас тартады. Нәтижесінде екі жақын дос ажырасады. Кейінгі күндері Джун Боу, мисс Ли, Шаолин және басқа бүлікшілермен мейрамханада тұра бастайды. Бірнеше күннен кейін легионның адамдары заңсыз салық жинау үшін мейрамханаға келеді. Салық губернатордың сараңдығынан өскен. Бірақ Джун Боу мен бүлікшілер төлеуден бас тартады. Бұл шабуылға келеді, бірақ Джун Боу тобы шабуылшыларды бір-бірден жеңеді. Дегенмен біреуі қашып, легионға хабар береді. Джун Боу атпен қуғанда тәжірибесіздігінен қиналады. Сол кезде патша әскерінің сарбазы болған Джимбо келіп, қашқынды өлтіреді. Екі дос қайта қауышып, өздерінің әртүрлі өмірлері туралы әңгімелеседі. Кетер алдында Джимбо Джун Боуға бүлікшілерден аулақ болуды ескертеді, өйткені олар қиындыққа ұшыратуы мүмкін. Көрініс патша казармасындағы жарысқа ауысады. Ең жақсы әскери шеберлік көрсеткен қатысушы генерал болады деп жарияланады. Жарыста шебер жауынгер барлық сарбаздарды жеңеді және басқаларды шақырады. Джимбо мүмкіндікті пайдаланып, оны жеңеді және кейінгі барлық қарсыластарын жеңеді. Бірақ Джимбо өз дәрежесінен асып кеткен үшін дисквалификацияланады. Келесі күні Джимбо мейрамханаға келіп, легион өлтірулерді біліп, оларды ұстауға әскер жібергенін хабарлайды. Бұл топты дүрліктіреді, олар тез жиналып, мейрамхананы тастайды. Өкінішке қарай, мейрамхана иесі ұсталып, легион тарапынан қатыгездікпен өлтіріледі. Кейін Джимбо, Джун Боу және достары қақтығысты тоқтату үшін легионды өлтіруді шешеді. Джимбо көп әскердің бірнеше күннен кейін жаттығуға кететінін айтады. Бұл тамаша мүмкіндік. 2 күннен кейін Джун Боу мен Суулин жергілікті бүлікшілерді жинап, легионның казармасына барады. Олар губернатордың бөлмесіне жасырын кіреді, бірақ кенеттен әскерлер қоршап алады. Бұл Джимбоның бұрынғы досы мен бүлікшілерге қарсы тұзақ құрғаны анықталады. Ол легионға адалдығын дәлелдейді. Сотта жүздеген әскер қатты шабуыл жасайды. Бүлікшілер қатты қарсыласады, бірақ бір-бірден өледі. Қақтығыс кезінде Джимбо мисс Лиді тұтқынға алып, оны өз серігі етуге ниеттенеді. Ұзақ және қатыгез шайқастан кейін Джун Боу аман қалған бүлікшілермен казармадан қашып құтылады. Джимбоның адалдығы легионды әсер етеді. Ол оны кестелі формадағы лейтенант етіп тағайындайды және Джун Боуны өздеріне қосылуға көндіруді немесе бас тартса өлтіруді бұйырады. Сол күні кешке Джимбо мисс Лимен бетпе-бет келіп, оған зорлық көрсетуге тырысады. Сол кезде легион кіріп, әскердің мансабы әйел үшін қауіпке түспеуі керек екенін айтады.
Адалығын дәлелдеу үшін Джимбо мисс Лиді суық-қандылықпен өлтіреді. Кейін Су Лин де тұтқынға алынып, казармада ұсталғаны, оның өліміне бірнеше сағат қалғаны анықталады. Көп ұзамай Джунбоу Су Линді құтқаруға келеді. Легионның бұйрығы бойынша Джимбо Джунбоуны байлықпен күшті патша казармасына қосылуға көндіруге тырысады. Джунбоу бас тартып, ең жақын досының ақша үшін сатқындығына қатты ренжитінін айтады. Бұл бұрынғы достар арасында қатты жекпе-жекке әкеледі. Алғашында екеуі тең түседі. Ақырында Джунбоу жеңеді және Су Линді құтқарады. Қашу кезінде Джунбоу ауыр жараланады. Қашып жүріп Су Лин оны қауіпсіз жерге апарып, жараларын емдейді. Жарақаттары соншалық ауыр болғандықтан, ол ақыл есінен айырыла бастайды. Дегенмен Су Лин түні-күні емдеп, сауығуына үміттенеді. Сол уақытта Джимбо әскерлерін қатыгез кунг-фу жаттығуларына салады, бас тартқандарды өлім жазасына кесетінін ескертеді. Ол легионға тұтқындалған бүлікшілер мен жиналған салық туралы есеп береді. Джунбоу шеберга Ванның ілімдерін есіне алып, ішкі тыныштық туралы кітапты оқи бастайды. Кітап арқылы ол күшті қайтаратын, тұрақты болатын айналмалы сфера тұжырымдамасын және қозғалыссыздықта жасырын қозғалыс бар екенін түсінеді. Бұл түсініктер оны жұмсақтықпен күш, жылдамдықпен күшті жеңетін жаңа әскери стиль тай-чи жасауға шабыттандырады. Сол уақытта Джимбо ауыл тұрғындарынан Джунбоу қайда екенін сұрап, бас тартқандарды өлтіреді. Бұл туралы білген Джунбоу мен Су Лин легионның озбырлығын тоқтату үшін бетпе-бет келуге шешім қабылдайды. Көрініс легион әпкесімен бірге әскерлер эскорттаумен көшеден өтіп бара жатқанда басталады. Кенеттен Джунбоу мен Су Лин шеруға шабуыл жасайды. Су Лин губернатормен жекпе-жекке түседі, ал Джунбоу губернатордың әпкесімен оның күзетшісімен шайқасады. Шайқас қатты өтеді, бірақ батырлар жеңеді. Кейін Джунбоу мен Су Лин легионды тұтқынға алып, әскер лагеріне бет алады. Әскерлер араласуға тырысады, бірақ батырлар губернатордың тамағына қылыш қойып, оларды тоқтатады. Джимбо пайда болып, Джунбоуны мазақ етеді және шабуыл жасайды, өзі әлі де жоғары шебер деп сенеді. Бірақ Джунбоу енді тай-чи стилімен күреседі, барлық шабуылды жеңіл қайтарады. Жеңіліп бара жатқан Джимбо әскерлерге шабуыл жасауды бұйырады. Бірақ легион әлі тұтқында болғандықтан, оларға рұқсат бермейді. Ашуланған Джимбо губернаторды өлтіріп, әскерлерді өз бақылауына алмақ болады. Бірақ әскерлер оған бағынбайды, өйткені ол көсемдерін сатқанын түсінеді. Олар шегініп, Джимбоны Джунбоуға қалдырады. Қашатын жері қалмаған Джимбо кешірім сұрайды, бірақ Джунбоу оның өмірін аяқтайды. Соңғы көріністе Джунбоу мен Су Лин ажырасады. Джунбоу Джимбоның күлін Шаолин храмына қайтарады. Фильм Джунбоуның Вуданг тауларында өз мектебін ашып, тай-чи шебері ретінде сапарын бастауымен аяқталады. Фильм туралы не ойлайсың? Төменде пікір қалдыр.